Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі теңгеміздің туған күнімен сіздерді құттықтаймын. Осыдан 27 жыл бұрын біздің елде Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге қолданысқа енгізілген болатын. Бұл кезде мен студентпін. Қазақ ұлттық техникалық университетінің 5-ші курсында оқитынмын. Дәл сол жылы менің үйленген жылым болатын. Тамыз айында біздің үйленгенімізге де 27 жыл міне. Теңгенің шыққанына да 27 жыл. Теңгенің шыққан кезде сондай бір тарихи дата болғаны анық, бірақ соған қатар бір қызық жағдайларда орын алған. Ол кезде білесіздер, экономиканың қатты құлдырау кезі болатын. Жаңағы Ресейдің рубль күннен күнге құлдырап, ол кезде әлі Совет рубль деп аталатын. Кейіннен Ресей өзінің рублін енгізді де, бүкіл Ресейде қалған топан ақша Қазақстанға келе бастады. Сөйтіп біздің экономиканың құлдырауымызды одан сайын құлдырата түсіп, біз құрдымға кететін қауіп болғандықтан біздің елде теңге енгізілді. Міне мен өзім енді арнайы жинамасам да, қолыма түскен валюталарды ақырындап жинайтын әдетім бар. Мына жерде міне әртүрлі елдердің валюталарынан қатар өзіміздің елдің міне бір теңгелік міне сол кездегі Әл-Фараби бабамыз белгіленген міне бұл бір теңге мен үшін өте қымбат. Міне осындай купюра міне 3 теңгелік Сүйінбай бабамыз, Құрманғазы, бұл валюта купюра кішкене ескілеу, 5 теңгелік Құрманғазы бабамыз бейнеленген міне. Осындай теңгелер ескерткіште менде сақталған. Жерде әртүрлі басқа елдің де валюталары бар менде міне. Енді менің жаңа айтайын деген қызық мәселем, ол кезде студентпіз ғой. Біздің жатақханамыз университетке тиіп тұрса да, бір аялдамалық жер, кейде бір аялдама ішінде троллейбусқа отыра салып солай жүретінбіз. Ол кезде Алматы қаласында жол жүру ақысы ескі ақшамен 5 сом болды. Мына жерде 5 сом болу керек, міне 5 сом. Сол кездегі 5 сом болды. Содан теңгені енгізді. Бір теңге жаңағы Совет рублін 500 сомға пара-пар деп жаңа енгізілді. Сол кезде мынандай қызық жағдай орын алды. Теңге енгізілген сәтте кейбір енді оның тиындары да болды. Өкінішке орай менде тиындар қағаз жүзінде жоқ, бірақ монета түрінде менде тиындар бар еді. Ол қазір басқа бір қобдишада қалды. Сол тиындар келген кезде халық атойлап мәз болды. Ура, баяғы заман келді, бізге міне жақсы болды, бәрі тиын болып қалды деген сияқты. Бірақ іс жүзінде олай болған жоқ. Мысалы, жаңағы 5 рубль тұрған жол жүру ақысымыз проезд қаланың ішінде көлікке 10 тиын болды. Енді осы жерде ақырындап есепті көрейік. Бір теңгеміз 500 рубль болса, 10 тиынымыз қанша рубльға тең болып тұр екен. Енді 10 тиын дегеніңіз теңгенің 10-нан 1 бөлігі, 10-нан 1 бөлігі. Ал енді соны қайтадан кері қарай рубльға ауыстырайық. Сонда бір теңгеңіз 500 рубль болса, енді 500 рубльдің 10-нан 1 бөлігін алыңыз. 10-нан 1 бөлігі қанша болады? 50 рубль болады. Сонда
5 рубль болып тұрған проезд бірден 50 рубль. 10 есе қымбаттап кеткен. Көрдіңіз бе? Сонда жерде қызық мәселе сол болды. Оны бірақ ешкім байқамай да қалды, оны көрмей де қалды, оған мән бермей де қалды. Енді біз қазіргі заманға ауысатын болсақ, мысалы Астана қаласында қазір бір рет автобусқа жол жүру бағасы 90 теңге, Алматы қаласында 80 теңге деген сияқты. Иә, осы ақшаны мысалы 10 есе демей-ақ қояйын, бір 2 есе көтеріп көрейікші, қандай жағдай болады. Үлкен айғай-шу болды. Ал ол кезде ондай жағдай болған жоқ. 5 рубльдан бірден 50 рубльға жаңағы проезд көтеріп қымбаттап кетті. Менің жаңағы теңге ауысқан кезде қатты бір есімде қалғаны сол болыпты. Мейрамдарыңыз құтты болсын, теңгеміз нығая берсін. Бірақ өкінішке орай теңгеміз әлсіреп келе жатыр. Экономикамыз құлдырамас екен, экономикамыз жақсы алға басса екен деп тілейміз. Біздің ұлттық валютамыз, теңгеміз мықты болсын, күшті болсын деп мен тілеймін.